Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен біз осындай керемет булочки пісіретін боламыз. Өте жұмсақ, дәмі өте керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер. Балдарыңызда сүйсініп жейтін болады. Бізге алдымен сүт қажет болады, жылы сүт қажет болады. Оған қантымыз саламыз, және де шамалап тұз саламыз. Бір қасық дрожжамыз салып, және де 2-3 қасық майымызды құйып, жұмыртқаның тек сарысын салып, барлығын араластыратын боламыз. Осылайша барлығын салып болған соң, ұнымызды осылайша жаймендеп салып отырып, қамыр жасайтын боламыз. Ұнды бірден салып жібермеңіз, жаймендеп салып отырыңыз. Сол кезде қамырымыз жұмсақ болып шығатын болады. Осылайша ұнымыз жаймендеп салып отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Мінекей, осылайша қамырымыз қолға жабыспайтындай болған соң, оған еріп тұрған сары майымызды құямыз. Бір қасық болады, 1-2 қасық май болса жарайды. Соны құйып, қамырымызды әбден илейтін боламыз. Май қамырдың барлық жеріне сіңіп кетуі қажет. Осылайша майымызды құйып, қамырымызды ары қарай жұмсартатын боламыз. Мінекей, қамырымыз дайын. Оның бетіне пленка жапсаңыз да болады, немесе ыдыспен жапсаңыз да болады. Осылайша қамырды 2-3 сағатқа қалдырамыз. Әдемі болып көтерілетін болады. Мінекей, қамырымыз дайын. Өте жұмсақ, әдемі көтеріліп тұр. Осыны алып, қамырымызды 4 бөлікке бөлетін боламыз.
Мінекей 4 бөлікке бөлген соң қамырымызды жаюды бастаймыз. Жайып алып барлығын осылайша осындай көлемде қалың емес, қатты жұқа емес етіп жаямыз. Осылайша жайып болған соң арасына еріп тұрған сары майымызды жағып шығаратын боламыз. Май жағып болған соң осылайша екіге бөліп, осылай гүл жасайтын боламыз. Гүл сияқты болып шығады. Барлық қамырымызды жайып, арасына май жағып, осылайша кесіп, осылай әдемі гүл етіп жасап алатын боламыз. Мінекей өте әдемі шығады осылай жасасақ. Неге көтерілген шамалап 30 минуттан кейін қамырымыз көтерілген соң осылайша ортасын тесіп шығатын боламыз, яғни арасына начинка салатын боламыз. Начинка салуға ыңғайлы етіп осылайша орын қалдырып шығамыз.
ортасына сізде не бар, соны пайдалансаңыз болады. Творог салсаңыз болады, жұмыртқамен араластырып, немесе осындай мен сияқты джем пайдалансаңыз болады. Өте керемет болып шығады. Барынша нығыздап салатын боламыз. Мінекей, булочкілеріміз дайын. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді шығады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.